Попрошу всех участников зарегистрироваться в категории, указывайте в вашем случае как каким, а вы как в третьем столбике. Здесь формат очный. Сәлеметсіздер ме? Қатысушы санаты деген жерге жергілікті тұрғын деп жазсаңыздаршы, немесе жай тұрғын деп. Жергілікті тұрғын деп, или тұрғын деп. Ауыл тұрғынмын деп тұр. Ана, деген микрофон жоқ па? Ана, сөйлеп тұрған дос жоқ па? Сөйлеген микрофон қойсыз. Қоғамда шығады. Что-то сказать там. Я ничего или после волны, воскресный случай. Нет, не скажешь. Сәлеметсіздер ме? Сіздер естіліп тұрсыздар. Онлайн зумда қатысып отырған қатысушылар чат деген жерге өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер, тіркеу мақсатында. Мадина, включите у вас звук. Микрофон включите. Секундочку, просто если включить, то тогда колонки... Нет, вы звук на ноутбуке выключите, а микрофон включите. Все. Не дошло. Без микрофона степ тұрмы? Доброе утро, вам слышно? Лариса? Коллеги, звука из зала нет. Микрофон выключил. Лариса, слышно вам? Лариса, слышно вам? Слышно с эхом. Еще что-нибудь сказать?
А сейчас? Да, пойдет. Спасибо. Основной звук будет с этого компа или ноутбука передаваться, потому что нам нужно, чтобы видео тоже показывалось, какой-то звук идет. Просто ну, микрофон подходит. Лариса, вам не видно, да, нас? Нет, то, что мы Не, микрофон тут послушай. Не, микрофон мы новый ставим. Лариса, вам слышно, правильно? Я позировал, работает только здесь. Нет, там микрофон подключен. Да, микрофон. Да, вот так. Даже смешно. Вопрос. Слышно? Лариса, вы можете так слышать, правильно? Естілет, бірақ андай жаңғырықты емес. Қазір естіле ме екен сізге? Если мы не включаем, то Отсюда у нас очень из-за этого связь, потому что мы говорим сюда, и он идет. Я пытался включить этот микрофон, чтобы мы особо не выключили, но так не получается. У них кажется, там система назад. Вот так вот? Да, можно попросить всех поближе сесть и самому звук. Да, звук. Никто не выписывает. Все получается? Лариса, вам слышно же, правильно? Да, мы слышим вас. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаушылар. Менің аты-жөнім Қанат Шайықсыламұлы. Мен Бәйет ауылдық округінің әкімі. Қоғамдық тыңдаулардың ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Естеріңізге сала кетейін. Қоғамдық тыңдаулардың өткізу ережелеріне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың барлық процесінің бейне жазбасы жүргізіледі. Бүгін 13 мамыр 2026 жылы ашық жиналысқа энергияны жинақтау жүйесі бар қуатты 1 гигаватт жел электростанциясының құрылысы объектісіне ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы шығарылады. Белгіленген қызметтің бастамашысы Павлодар Green Energy жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қоғамдық тыңдау ашық деп жарияланады.
қоғамдық тыңдауды өткізу ережесіне сәйкес хатшыны сайлау керек. Хатшы қоғамдық тыңдаулар хаттамасын мемлекеттік және орыс тілдерінде сапалы жасауға жауапты болады, хаттамаға қол қояды. Және де екі жұмыс күні ішінде қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкі сайтына жүктеледі. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауды ұсынамын. Хатшы ретінде Оразов Арслан Қалиұлы ұсынылады. Хатшыны бекіту үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Хатшыны бекітуге келіскен қатысушыларды қол көтеріп, мақұлдау үшін дауыс беруді сұраймын. Қабылданды. Келесі күн тәртібі ұсынылады. Аталған жобаға қатысты материалдарды баяндама түрінде қарастыру. Берілген уақыт 15 минут. Екінші, сұрақ-жауап қоғамдық тыңдау барысында барлық қатысушылар өз пікірлерін білдіріп және баяндамашыға сұрақ қойылады. Берілген уақыт 10 минут. Қорытынды жасау және қоғамдық тыңдауды жабу. Берілген уақыт 5 минут. Күн тәртібін бекітуге келіскен қатысушыларды қол көтеріп дауыс берулерін сұраймын. Қабылданды. Күн тәртібі бекітіледі. Тыңдаушылардың төрағасы мен хатшысы тағайындалды. Баяндамашыларға сөз беремін. Баяндамашы сөз сөйлейді. бір гигаватт жел электр станциясы құрылысы объектісіне ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша қоғамдық тыңдауларға арналған баяндамамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазір бір минут мен презентацияны қосайын. Ұсынылып отырған жобаға Павлодар облысының Екібастұз қаласында энергия сақтау жүйесі бар 1 гигаватт жел электр станциясын салу кіреді. Жобалау жұмыстарының ауқымына бірлік қуаты шамамен 8 мегаваттық болатын 125 жел турбинасынан тұратын 1 гигаватт жел электр станциясын, соның ішінде қызметтік жолдар салу, жинау алаңдары, сондай-ақ қуатты жинау және беру үшін 35 киловольттық ауа сымдары кіреді. Жел электр станциясының қуатын және энергия жинақтау жүйесін беруге арналған тиісті қуаттылығы күштік трансформаторлар орнатылатын 50-35 киловольттық Екібастұз жел электр станциясы, меншікті жоғарылатқыш трансформаторлық қосалқы станциясы, сондай-ақ қуаты энергия жүйесіне беруге арналған жалпы ұзындығы шамамен 91,6 км болатын кернеуі 500 киловольт екі әуе электр беру желісін құру. Жел электр станциясы өндірісінің біркелкі еместігін тегістеуге, электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға, нысанның жиілікпен қуатты реттеуге қатысуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ жобаны Қазақстан Республикасының біртұтас электроэнергетикалық жүйесіне интеграциялауға арналған қуаты 300 мегаватт және сыйымдылығы 600 мегаватт сағат электр энергиясын жинақтау жүйесін құру. Пайдалану мақсатындағы ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-ақ қажетті инженерлік инфрақұрылымды, оның ішінде өріске қарсы сумен жабдықтау жүйелерін, сорғы станцияларын, қойма және қосалқы үй-жайларды қамтитын қызметтік өндірістік және қосалқы кешен кіретін болады. Әкімшілік тұрғыдан алғанда ұсынылып отырған жобаның орналасатын жері Екібастұз аумағында орналасқан. Жел электр станциясының орналасатын жеріне ең жақын қоныстар ол Шидерті ауылынан солтүстік батысқа қарай 3,4 км, Шиқылдақ ауылынан батысқа қарай 4,9 км, Екібастұздағы Союз демалыс үйлерінен оңтүстік шығысқа қарай 6,7 км, Қоянды ауылынан шығысқа қарай 7 км, Екібастұздан шығысқа қарай 16 км құрайды. 500 киловольттық электр желісінің трассасына ең жақын орналасқан елді мекендер Байет ауылынан шығысқа қарай 830 метр, Қоянды ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 7,4 км, Екібастұздан оңтүстік шығысқа қарай 16 км құрайды.
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру 2027 жылы басталады деп жоспарланған. Қондырғы тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс жасайтын болады. Ендігі қоршаған ортаның нақты компоненттеріне тоқталатын боламыз. Атмосфералық әсеріне келетін болсақ, атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының көлемі Қазақстандағы қолданыстағы және бекітілген есептеу әдістемелеріне негізделген есептеу әдісі арқылы анықталған болатын. Жұмыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттардың максималды шығарындылары жылына 1,65 тоннаны құрайды. Жоспарланған нысан санитариялық қағидаларының бірінші қосымшасына көрсетілген нысандардың санитариялық классификациясына енгізілмеген. 2022 жылғы 11Recording in progress. Естіліп тұр ма? естіліп тұр. Эмиссиялардың таралу есептеулерінің нәтижелері бойынша нысанның эксплуатация кезінде есептелген санитариялық қорғау аймағының шегіндегі жер бетіндегі максималды концентрациялар рұқсат етілген шектерден аспайды. Жоспарланған электр беру желісі үшін 30 метрлік санитарлық қорғау аймағы белгіленеді. Құрылыс кезеңінде атмосфералық заттардың максималды шығарындылар көлемі жылына 123,65 тоннаны құрайды. Құрылыс кезеңінде шаң басу, яғни су шашу арқылы су шашу жоспарланған. Бұл шығарындылар деңгейін 80%-ға төмендетеді. Ластаушы заттардың таралу есептеулеріне сәйкес, құрылыс кезеңінде ең жақын тұрғын аудан шекарасында ластаушы заттардың жоғарғы рұқсат етілген концентрацияларының асуы байқалмайды. Аталған нысанның қоршаған ауаға әсерін бағалауы қабылдауға болатын деңгейде деп сипатталады. Су ортасына әсеріне келетін болсақ, ең жақын су объектілері Қантай көлі жел электр станция үшін белгіленген алаңда орналасқан. Сыртқы жел турбинасының минималды қашықтығы 515 метр. Жағанар-Сор көлі алаң шекарасынан батысқа қарай 50 метр қашықтықта орналасқан. Шидерті өзені алаңнан солтүстікке қарай 270 метр қашықтықта орналасқан. Құтаяқ-Сор көлі алаңнан солтүстікке қарай 550 метр қашықтықта. Майсор көлі алаңнан оңтүстікке қарай 850 метр қашықтықта. Кіндік көлі нысанның шекарасынан солтүстікке қарай 900 метрден астам қашықтықта. Сарыкөл көлі нысанның шекарасынан шығысқа қарай 1,3 километрден астам қашықтықта орналасқан. Осы су объектілері үшін су қорғау аймақтары мен жолақтардың шекаралары уәкілетті органдар тарапынан белгіленбеген. Су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын белгілеу ережелеріне сәйкес, су қорғау аймағының ұсынылатын минималды ені 500 метр, ал белдеуінің ені 35 метр. Ұсынылған шараларға қатысты бар нысандар жоғарыда аталған барлық су объектілерінің су қорғау аймақтарының және буферлік белдеулерінің шекараларынан тыс орналасады. Электр желісі Ертіс-Қарағанды каналы арқылы өтеді. Құрылыс және монтаждау жұмыстары кезеңінде әсері уақытша сипатта болып, ол қызметкерлердің су тұтыну мен шаң шығаратын жұмыстарды жасау кезінде жүргізуге байланысты болады. Тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге су сыртқы көздерден келісім шарт негізінде жеткізілетін болады. Құрылыс кезеңдегі жалпы су тұтыну көлемі технологиялық қажеттіліктер үшін жылына 320,5 мың метр кубты құраса, тұрмыстық және коммуналдық қажеттіліктер үшін жылына 2700 метр кубты құрайды. Тұрмыстық ағынды суларды қоршаған ортаға төгуге жол берілмейді. Ағынды сулар су өткізбейтін тығыз шұңқырға төгілетін болады. Ол жинақталуына қарай ағынды сулар мамандандырылған ұйымның вакуумдық автокөліктерімен келісім шарт негізінде тазарту қондырғысына шығарылады.
техникалық су тұтыну қайтарымсыз болып табылады. Жұмыс кезеңінде әсер қызметкерлердің су тұтынумен өрт сөндіру қорымен қамтамасыз етуге байланысты. Басқа су тұтынушылар болмайды. Жұмыс кезеңінде өндірістік мақсаттарға жылдық жалпы су тұтыну көлемі жылына 2000 метр кубты құраса, тұрмыстық мақсаттарға жылына 500 метр кубты құрады. Үй шаруашылығын сумен қамтамасыз етудің ұсынылған көзі мамандандырылған ұйыммен келісімшарт негізінде жеткізілетін су. Алайда су кодексінің 45 бабына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат алынған жағдайда операциялық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ұңғымалардан су алынуы мүмкін. Қызметкерлердің тұрмыстық ағынды сулары тығыз жабылатын контейнерлерде сақталып, кейіннен келісімшарт негізде кәріз тазарту көліктерімен әкетіледі. Жер беті және жер асты суларын қорғау мақсатында жұмыстар жүргізілетін кезінде бірқатар су қорғау шаралары жоспарланған. Жобалық талаптар сақталған жағдайда құрылыс және пайдалану кезінде жер беті және жер асты суларының ластануы жоққа шығарылады. Жел электр станциясын пайдалану кезінде 4 түрлі қоқыс пайда болады. Екеуі қауіпті және екеуі қауіпсіз. Жыл сайын пайда болатын қоқыстың жалпы көлемі 30 тоннаны құрайды. Құрылыс кезінде 5 түрлі қоқыс пайда болады, екеуі қауіпті және үшеуі қауіпсіз. Жалпы пайда болатын қалдықтардың максималды көлемі жылына 25,515 тонна болады. Барлық қалдықтар пайда болған жерде арнайы белгіленген су өткізбейтін аймақтарда көрсетілген мерзімдерден аспайтын уақытта мамандандырылған ұйымға өткізілгенге дейін сақталады. Жоба қалдықтарды басқару бойынша бірқатар шаралар әзірледі. Осы шараларды сақтау, нысанды салу және пайдалану кезінде қоршаған орта компоненттеріне әсер етпеуін қамтамасыз етеді. Құрылыс кезеңдегі шудың негізгі көзі болып автокөлік қозғалысы. Ал пайдалану кезінде ол 125 дана жел турбинасы болады. Күтілетін ауа ластану мен физикалық әсер деңгейлерінің есептеулер негізінде жел электр станциясын орналасқан жерден 1550 метрге дейінгі болжамды шудан қорғау аймағының көлемі анықталды. Осы шектен тыс шу шектерін аспауы байқалды. Тұрғын аудан, яғни Шидерті ауылына дейін шудың ең жоғарғы деңгейі 15 децибелді құрады. Бұл белгіленген 45 децибел стандартынан 3 есе төмен. Жалпы алғанда шудың әсері тікелей жел электр станциясының аумағында байқалады. Қондырғының ең жақын тұрғын ауданынан айтарлықтай қашықтықта орналасуын ескере отырып, халыққа кез келген акустикалық әсердің болмауы қамтамасыз етіледі. 500 киловольт әуе желісінен электромагнит өрісінің кернеу деңгейі сызықтарының қорғау аймағынан тыс нормативтік талаптарға сәйкес келеді. Оның мөлшері оның екі жағында да 30 метрді құрайды. Трансформаторлық жабдық персоналдың тұрақты болу орындарынан алыс орналасқан ашық тарату құрылғыларында орналастырылды. Учаскеден тыс халықтың денсаулығына әсер етуі мүмкін шамадан асатын электромагниттік ластануы жоқ. Қызметтік бөлмелерді жылыту электр энергиясымен жүзеге асырылады. Ашық жоғары температуралық үдерістер жоқ. Сондықтан аталған нысан орналасқан аймақтың микроклиматына әсер етпейді. Қоршаған ортаға физикалық әсерлерді бағалауы қабылдауға болатын деңгейде деп сипатталады. Жоспарланған шаралардың жер ресурстары мен топыраққа әсері жергілікті сипатта болып, бөлінген учаскенің шекарасымен шектеледі. Құрылыс жұмыстары басталар алдында учаскеден құнарлы топырақ қабаты алынады. Алынатын көлем 1,808,853 метр кубты құрайды. Алынған құнарлы топырақ қабаты уақытша сақтау үшін үйінділерде жиналады. Кейіннен жинақталған құнарлы топырақ қабаты бұзылған жерлерді қайта қалпына келтіру үшін пайдаланылады. Жоспарланған шараларды жүзеге асыру кезінде жер асты ресурстарына әсері жер бедерінің жергілікті өзгерістерінен және жерге түсетін жүктемелердің қайта бөлінуінен тұрады. Жер ресурстарына, топыраққа және жер асты қабаттарына кез келген теріс әсерді болдырмау үшін жобада қоршаған ортаны қорғау шараларының кешендері қарастырылған. Аталған нысанның жер асты және топырақ қабаттарына әсері қабылдауға болатын деңгейде деп бағаланады. Павлодар орман жануарлар дүниесін қорғау мекемесі ақпараты бойынша көзделіп отырған қызмет учаскесі мемлекеттік орман қоры, осы учаске мемлекеттік орман қорына кірмейді. Сондай-ақ учаскеде Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер мен жануарлар және олардың көш-қон жолдары жоқ.
Жобалық есепте флора мен фаунаның қорғау шаралары қарастырылған. 500 киловольт әуе желісінің сымдарына құс қорғау құрылғыларын орнату және жел энергетикасы қондырғысының қалақтарын таңбалау көзделген. Жануарлар әлеміне әсер ету факторларын егжей-тегжейлі зерттеу үшін Эксоцио Аналистис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандандырылған ұйыммен шарт жасалды. Жобалаудың келесі кезеңдері және әсерге экологиялық рұқсат алу рәсімі жоғарыда аталған мекеме зерттеулерінің түпкілікті нәтижелері негізінде жүзеге асырылатын болады. Бұл өңірдің биологиялық әртүрлілігіне әсерін азайту бойынша атаулы шараларды енгізуге мүмкіндік береді. Кез келген жұмыс түрін орындау кезінде экологиялық заңнаманы бұзудың алдын алу шаралары қатаң сақталады. Жобаның флора мен фаунаға әсері қабылдауға болатын деңгейде деп бағаланады. Адам өмірі мен денсаулығына келетін болсақ, есептеулер көрсеткендей, атмосфералық ластағыш заттардың концентрациясы шекті мәннен аспайды және ең жақын орналасқан тұрғын аудандағы шу деңгейі рұқсат етілген шектерден аспайды. Сондықтан қоғамдық денсаулыққа нормативтік шектерден тыс әсері болмайды. Құрылыстың әлеуметтік экономикалық салдарларының болжамы қолайлы. Құрылыс кезеңінде де, пайдалану кезеңінде де қосымша жұмыс орындары ашылады. Жоспарланған іс-шаралары жобаның экологиялық қорғау шараларына сәйкес жүзеге асыру Екібастұз қаласының тұрғындарының өмір сүру жағдайы мен денсаулығының нашарлауына әкеп соқпайды. Жоба әлеуметтік маңызы зор, қоғамдық денсаулық пен қауіпсіздікке зиян келтірмей, аймақтың экономикалық әлеуетін дамытуға үлес қосады. Қорытындылай келетін болсақ, осы жүргізілген есептеулер мен олардың талдауына және қабылданған технологиялық шешімдерге сүйене отырып, жобаны іске асыру нәтижесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал факторлардың теріс экологиялық әсері жел электр станциясының аумағымен шектеліп және оның шегінен шықпайды. Жобаның экологиялық әсері өте оң. Жел энергиясымен алмастыру атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындыларын айтарлықтай азайтуды қамтамасыз етеді. Жыл сайын қоршаған ортаға миллиондаған тонна жану өнімдері мен парниктік газдардың түсуін алдын алады. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Баяндамаңызға рахмет. Талқылауға көшеміз. Қатысушылар баяндама қоя алады. Қатысушылардан сұрақ қоймас бұрын өздерін таныстыруды сұраймыз. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, қорытындылауды ұсынамын. Қорытынды. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрсетілетін болады. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізіледі және жабық деп жарияланады.